Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қанағатшыл бол. Бүгінгі сабақта әңгімедегі негізгі ойды білетін боласыз және теңеу сөздерді анықтауды үйренесіз. Енді балалар, атаның ақылы деген мәтінді түсініп оқып шығайық. Мен оқимын, сіздер қарап отырыңыздар және мазмұнын түсінуге тырысыңыздар. Аппақ шыңды Алатаудың аясындағы Алматы қаласы. Орталық саябақ маусым айы кезінде жайқалып тұр. Күміс қылқанды шыршалар, жасыл жапырақты, сырғалы ақ қайыңдар. Жұпар иісі аңқыған аршалар қоңыр салқын самалмен тербеледі. 5 жасар Бекжан атасымен бірге саябақты аралады. Әткеншек тепті, батутта секіріп ойнады. Пойызға мінді, зымыранмен зымырады. Бір кезде қарақаттай көзі күлімдеп, «Ата, шөлдедім!» деді. «Шөліңді қандыр жарығым!» деп атасы алма шырынын сатып алып берді. Бекжан құтыдағы салқын, тәтті алма шырынын рахаттана ішті. «Ата, балмұздақ жегім келеді!» деді сосын. Атасы Бекжанға балмұздақ сатып алып берді. «Ботам, балмұздақты байқап же, тамағың ауырып қалады!» деп ескертті. Бекжан балмұздақты жеп алды. «Ата, шоколад жегім келеді!» деп өтінді. «Жарығым, әр нәрсенің қалпы бар, қанағат керек!» «Ата, қанағат деген не?» «Күнім-ау, қанағат деген әр нәрсенің шегін білу, тамақ ішудің де ретін білу. Қанағат жасамай, не болса соны талғамай іше беру зиян!» деп атасы ақыл айтты. «Онда мақұл!» деп Бекжан ойланып қалды. Бекжан атасының ақылын түсініп, айтқанын істеді. Саябақта жақсы демалды. Әдібай табылды. Енді балалар, мәтінді түсінген болсақ, жаңа тақырыппен танысайық. Бүгін біз сіздермен мәтіннен теңеу сөздерді табу керекпіз. Теңеу сөздер дегеніміз не? Ең алдымен соны түсініп алайық. Теңеу сөздер заттың, құбылыстың ерекше белгілерін көрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра суреттеу. Оның жасалу жолдары дай, дей жұрнақтары арқылы, секілді, сияқты деген шылаулармен, ұқсап, құсап деген сөздер арқылы жасалады. Енді балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 12 қаңтар сынып жұмысы. Қазір біз сіздермен мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. 5-ші тапсырма. Теңеу сөзі бар тіркестердің астын сыз. Сіздерге мынадай сөздер берілген. Тәтті шоколад, қарақаттай көзі, мұздай балмұздақ, жасыл шырша, әдемі саябақ. Міне осы сөздерді дәптерге көшіреміз. Одан кейін тек теңеу сөздердің ғана астын сызып көрсетесіздер. 6-шы тапсырмада қай сөйлем әңгімедегі негізгі ойды білдіреді? 2 сөйлем берілген, 2 сөйлемді оқып шығып, қайсысы сәйкес келеді, соны ғана дәптерге жазып аламыз. Және соңғы тапсырма, кестені толтыр. Кесте сызып, бірінші бағандағы сұраққа екінші бағанға жауап жазасыздар. Бірінші бағандағы сұрақ, оқиға қай жерде болды? Енді екінші бағанға қасына қай жерде болғанын толық сөйлеммен жазып жауап жазасыздар. Екінші сұрақ, кейіпкерлер кімдер? Қандай кейіпкерлер болды? Соны екінші бағанға қасына жауабын жазамыз. Олай болса, мынау 3 тапсырманы орындап, маған кері байланыс жіберіңіздер. Енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіздер нені үйрендіңіздер? Қандай тапсырманы орындадыңыздар? Әңгімедегі негізгі ойды анықтап, теңеу сөздерді табуды үйрендіңіздер. Олай болса, бүгінгі үй жұмысы. Оқулығымыздың 6-7 бетінде атаның ақылы мәтініне жоспар жазып, мазмұндап келесіздер. Тапсырма түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.